Футбол әлемінде әр ойыншының тағдыры алуан түрлі ерекше. Кейбір футболшылар өз шыққан тектері басқа елге тиесілі болса да, түрлі себептермен өзге ұлттық құраманы таңдаған. Бұл сатқындық емес. Кей жағдайда оларға шешім қабылдауға балалық шақтары, футболдық мансап мүмкіндігі, азаматтық немесе отбасылық жағдай әсер еткен. Бүгін біз сіздерге өздерінің тегі басқа, бірақ өзге елдің құрамасында ойнауды таңдаған ең танымал 10 футболшыны ұсынамыз. Видео басталмас бұрын қазақ тіліндегі футболға қатысты арнамызды қолдап тіркеліп, видеоға лайк басып жіберулеріңізді сұраймын. Ендеше бастаймыз. Канте. N'Golo Канте Франция астанасы Париж қаласы маңындағы қалашықта дүниеге келген. Ата-анасы Батыс Африкадағы Мали елінен көшіп келген. Өте қарапайым отбасында дүниеге келген Канте бала кезінен қоқыс теріп, қара жұмыс арқылы шағын табыс табумен айналысқан. Мали құрамасы оны бірнеше рет қатарға шақырған, бірақ Канте Франция жейдесін таңдады. Кейіннен футболдағы еңбекқорлығының арқасында ол Францияның үздік жартылай қорғаушыларының біріне айналды. Нәтижесінде 2018 жылғы әлем чемпионы атанып, қарапайым мінезімен бүкіл әлемге үлгі болды. Дэвис. Альфонсо Дэвис 2000 жылы Гана елінде Будубаран босқындар лагерінде дүниеге келген. Оның ата-анасы Батыс Африкадағы Либериядан азамат соғысы кезінде кетіп қалып, кейіннен Канада еліне қоныс аударған. Уақыт өте келе Дэвис осы елдің азаматтығын алды. Футболдағы алғашқы қадамын Эдмонтода бастады. Кейін жастайынан жалындап көзге түскен ол небәрі 17 жасында Баварияға ауысты. Гана немесе Либерия құрамаларында ойнау мүмкіндігі болғанына қарамастан ол өзіне жаңа өмір сыйлаған Канада құрамасын таңдады. Бүгінде Альфонсо Дэвис Канаданың ең танымал және ең беделді футболшысы болып табылады. Райс. Деклан Райс 1999 жылы Англияның астанасы Лондонда дүниеге келген. Атақты футболшының тегінде ирландықтар бар. Сол себепті оның Ирландия құрамасында өнер көрсету мүмкіндігі болды. Райс жастайынан негізі Ирландияның жастар құрамасында өнер көрсеткен. Бірақ кейіннен Англия ұлттық құрамасынан ресми шақырту келіп түскен кезде сол елдің атынан өнер көрсетуге шешім қабылдады. Уақыт өте келе жалындаған жартылай қорғаныс ойыншысы ағылшын құрамасының өте маңызды әрі тірек ойыншысына айналды. Құрметті көрермендер, бірер секунд назар аударсаңыздар, видеоларымызды тамашалайтындардың көбісі әлі де біздің арнаға тіркелмеген екен. Сіз де солардың қатарындасыз ба? Егер видео ұнап жатса, дәл қазір арнаға жазылып, лайк басып жіберулеріңізді сұраймын. Қазақ тілінде футбол жайлы сапалы контент жасау сіздердің қолдауларыңызға тікелей байланысты. Біле жүріңіз, сіздің әрбір лайк басып тіркелуіңіз біз үшін үлкен мотивация. Нико Уильямс 2002 жылы Испанияның Памплона қаласында дүниеге келген. Оның ата-анасы Ганада туып өсіп, кейіннен жақсы өмір сүру жолын іздеп, Еуропаға қоныс аударған. Нико Испанияда өсіп, жергілікті футбол мектебінде тәрбиеленді. Футболшыда Гана құрамасын таңдау мүмкіндігі болған. Дегенмен Нико Уильямс өз шешімін ерте қабылдап, Испания құрамасын жөн санаған. Ал оның туған ағасы Иньяки Уильямс керісінше тарихи отаны Гана үшін ойнауды жөн көрді. Бензема. Карим Бензема 1987 жылы Францияның Лион қаласында туған, алайда оның ата-анасының тегі негізінен Алжирден болып табылады. Оны Алжир құрамасы жастайынан-ақ өздеріне тартпақ болған. Бірақ Бензема Францияның жастар академиясында өсіп жетіліп, сол елдің намысын қорғауды таңдады. Алайда Францияның құрамасында оның жолы бола қойған жоқ. Ұзақ уақыт дау-дамайлар мен жанжалдарға байланысты 2015 жылдан бастап мүлдем шақырылмай қалды. Тек 6 жыл уақытты салып құрамасына қайтып оралды. Бірақ үлкен турнирлерде айтарлықтай жетістікке жете алмады. 2022 жылы ол Франция құрамасындағы даулы мансабын ресми түрде аяқтап тынды. Өткен видеода жасырылған футболшыны мына көрермендеріміз дұрыс тапқан екен. Мансабындағы өнер көрсеткен командалары арқылы жасыратын келесі футболшымыз назарларыңызда. Алғаш дұрыс тапқандарды келесі шығарылымда көрсетіп жариялайтын боламыз. Погба. Пол Погба 1990 жылы Францияның Ланни-сюр-Марн қаласында дүниеге келді. Ата-анасы Батыс Африкадағы Гвинеядан көшіп келген. Оның екі үлкен ағасы Гвинея ұлттық құрамасында ойнауды таңдаған.
Ал Погба бала кезінен Францияның жастар жүйесінде өнер көрсетіп, сол елдің намысын қорғауға бел буды. Франциямен бірге Погба 2018 жылға әлем чемпионатын жеңіп алды. Алайда кейінгі жылдары жарақаттар мен допинг дауы оны мансабын құрдымға жіберді. Дегенмен бұған қарамастан Погба Францияның даулы, дегенмен есте қалған жұлдыздарының біріне айналды. Ибрагимович. Златан Ибрагимович 1981 жылы Швецияның Мальмö қаласында туған. Әкесі Босния азаматы, ал анасы хорват ұлтының өкілі. Балалық шағы Кедей ауданда өскен Златанның талантын швециялықтар ерте байқап, өз ұлттық құрамаларының жүйесіне жастайынан қосты. Босния мен Хорватияда оны өз ұлттық құрамаларына шақырмақ болған. Бірақ Златан мені бала кезімде тек Швеция қолдады деп, сол елдің намысын қорғауды шешті. Ұзақ жылдар өте Златан Швеция тарихындағы ең танымал футболшыға айналды. Мбаппе. Килиан Мбаппе 1998 жылы Париж қаласы маңындағы Бонди ауданында дүниеге келген. Әкесі Камеруннан, ал анасы Алжирден шыққан. Африкандағы Алжир мен Камерун құрамаларының екеуі де оны өздеріне шақырған. Дегенмен Мбаппе Францияның жастар академиясында өсіп жетіліп, осы елдің намысын қорғауды таңдады. Жап-жас кезінен ақ Мбаппе әлем чемпионы атанып, Францияның басты жұлдызына айналды. Бүгінгі күнде Мбаппе Мадридтік Реалдың, сондай-ақ Франция ұлттық құрамасының басты лидер ойыншысы болып табылады. Мусиала. Джамал Мусиала 2003 жылы Германияның Штутгарт қаласында дүниеге келген. Әкесі Нигерия текті британ азаматы, ал анасы Польша текті неміс ұлтынан. Мусиала 8 жаста болғанда оның отбасы Англияға қоныс аударып, жас ойыншы Челси академиясында тәрбиеленді. Ол Англияның жастар құрамасында бірнеше жыл бойы ойнаған. Бірақ ересектер деңгейіне келгенде Германияны таңдады. Мусиалаға таңдау жасау оңайға соқпай, ақыры түптің түбінде ол дүниеге келген елі үшін өнер көрсетуді жөн санады. Қазіргі таңда ол Баварияның басты негізгі жұлдыздарының бірі, әрі Германияның болашағы ретінде саналады. Ямаль. Ламин Ямаль 2007 жылы Испанияда Барселона қаласы маңында дүниеге келген. Оның әкесі марокколық, ал анасы экваторлық Гвинеядан шыққан. 2014 жылы Барселона клубының академиясына қабылданғаннан кейін ол балалық шағының көп бөлігін сол қалада өткізген. Жасынан ақ Испанияның Барселона академиясында дамып, талантын осында танытты. Марокко ұлттық құрамасы оны өздеріне белсенді түрде шақырғылары келген. Бірақ Ямаль Испания атына ойнауды жөн санады. Қазіргі таңда Ламин Ямаль жасындай жарқырап өнер көрсетіп жүр және болашағынан орасан зор үміт күттіруде. Шакири. Жердан Шакири 1991 жылы қазіргі Косово аумағындағы Гнелания қаласында дүниеге келген. Оның отбасы Албания ұлтынан шыққан. Косоводағы соғыс кезінде Швейцарияға қоныс аударған. Футбол мансабын дәл сол Швейцария елінде бастап, кейін жастар құрамасы арқылы ересектер ұлттық командасына да жол тартты. Шакири халықаралық деңгейде алғаш тіркелген елі Швейцария болғандықтан, сол құраманың намысын қорғап келеді. Дегенмен бұған қарамастан ол әрдайым Албания мен Косово елдеріне қолдауын білдіріп, өз тамырына құрметпен қарайтынын ашықша айтып келеді. Осымен бүгінгі шығарылымымыз өз соңына келіп жетті. Егер ұнаған болса лайктарыңызды басуды, сондай-ақ арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Бізде басқа да өте қызықты видеолар жетерлік, көруге кеңес береміз. Келесі кездескенше аман болайық.